ұтыс лотереясы. Жігіт бір шалдың кәрі атын сатып алғысы келіп, ат иесінен бағасын сұрағанда, шал, аттың бағасы $100 депті. Жігіт шалға $100 бергенде, шал, атты ертең әкеліп беремін деген екен. Ертеңінде жігіт шалға кезігіп, сатып алған атын сұрағанда, шал, балам, ол ат өліп қалды. Сенің алуыңды Алла тағала нәсіп етпеген екен, депті. Жігіт, онда ақшамды қайтарып бер, дегенде, шал, ақшаны ала-сала түк қалдырмай ұстап қойғанмын, депті. Жігіт, онда өліп қалған атты алайын, дегенде шал таң қалып, онымен не істемексің, деп сұрапты. Жігіт, оны ұтыстың нысанасы болдырамын, депті де өлген жылқыны алып кетіп қалыпты. Бір ай өткеннен кейін әлгі жігітке кездесіп қалған шал өлген жылқымен не істегені туралы сұрағанда, жігіт ұтысқа ат беремін деп жариялап, әрқайсысын $2 530 билетін саттым. Сонымен $898 таза пайдасын таптым, депті. Шал, онда ұтыс алған адам өлген жылқымен не істеді, дегенде, иә, ұтқан адамға ат өліп қалды деп $2 қайтарып бердім. Сізге де $100 төлеп қойған едім ғой, деп жауап беріпті. Жас жігіт біраз жылдан соң атақты Enron компаниясының бас директоры болған Кенни болатын. Амантай Тойшыбайұлы, оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы. Ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.